Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өзбек халқының тағамы хамир хасибті ұсынғалы отырмын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ерекше дәмді тағамдардың бірі. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Июі қанып тұру үшін бір дана жұмыртқамызды жарып, үстінен бір қасық тұзымызды, бөлме температурасындағы бір пиала суымызды құйып, ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнымызды електен өткізгеніміз дұрыс, сонда біздің қамырымыздың июі жақсы қанатын болады. Барынша жақсылап қамырымызды июін қандырып, осылай астына ұнымызды сеуіп аламыз. Қамырымыз қатты да емес, қатты жұмсақ та болмау керек. Шамамен мантының қамыры сияқты етіп илейміз. Қамырымыздың июін жақсылап қандырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Шамамен арасында 5-10 минут сайын илеп тұрсаңыздар болады, сонда қамырымыздың арасы іртік болмай жақсы жайылатын болады. Одан соң осылай күрішімізді алдын ала жібітіп қоямыз. Мен бір пиала күрішті алдым. Одан соң осылай картобымызды майдалап турап, пиязымызды және сәбізімізді теркадан өткізіп қостым. Жібіген күрішімізді де қостым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша істесеңіздер де болады. Тартылған ет және сұйық май қостым. Егерде еттеріңіз майлы болса, сұйық майды қоспай қойсаңыздар болады. Және тұз, бұрыш, чеснокты қолдандым. Арасы жұмырланып қалмау үшін аздап су немесе сүт қолдансаңыздар да болады. Сонда біздің осындай құрамымыз құрғақ болып қалмайды. Барлығы дайын болған соң қамырымыздың июі қанып дайын тұрады. Алып, арасына ұн сеуіп, мен осылай қамырымызды екі бөлікке бөліп алдым. Одан соң шамалы домалақтап, тағы да 10-15 минутқа тындырып қойдым. Қамырымыздың июі қанған соң барынша жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыздың арасына салатын құрамын өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер де болады. Картоп және де сәбізді қоспай тартылған еттен және күріштен істесеңіздер де болады. Бізге осылай ұнағандықтан арасына картоп, сәбізді қолдандым. Қамырымызды барынша осылай жұқа етіп жайып алғаннан кейін мантыға турағандай етіп, төрт бұрыштап барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Одан соң осылай төрт бұрышымыздың бас жағына аздап дайын құрамын салып, көріп тұрғандарыңыздай етіп түйіп шығасыздар. Арасы ашылып кетпеу үшін қатты толтырмайсыздар. Қамырымыздың арасына начинкасын аздап саламыз. Қатты толтырып салмаймыз. Қазір піскен кезде күріштеріміз жарылып, қамырымыздың сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол үшін көлемін шамалап көз мөлшерімен саласыздар. Тағамымыз дайын болған соң барлығын мантываркіге қойып, 50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Әркім өзінің қалауынша әсемдесе болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.